Саламатсыздар ма? Менің есімім Айгерім. Атырау қаласының тұрғынымын. Жасым 25-те, тұрмыс құрғанмын. 2 баланың анасымын. Bir балам 4-те, екінші балам 2-де. Жолдасым жеке кәсіпкер. Мен ағылшын тілі пәні мұғалімімін. Үлкен балам Исламбек, кіші балам Исмаил. Үлкен балам садикке барады. Екінші балам Исмаил үйде қазір. Үлкен балам дейтін тамақ ішпейді. Аскарида болды бізде. Сосын құттай салқынға және құттай салқын ішіп қойса, соң ангинасы шығып кетеді, жөтел бізде. Все время сонымен не істейтін болдық. Проблема болды бізде. Садикке барамыз, 1 апта барамыз, 2 апта ауырамыз. Сол проблемалар болды. Барлық ем-шараны қолдандым. Антибиотикте іштік. Біз больницаға да жатып шықтық, инфекционный больницаларға жатып шықтық. Бізде 1 апта емдейміз баланы. Үйде сироптармен, антибиотик уколдармен емдейміз де. Сосын қайтып садикке жібереміз, садиктен ауырамыз, қайтып үйде 2 апта емдейміз. Содан біз садиктен шығарып алдық. Бұрын Инстаграмнан қарап, Дора Маринді қарап жүрдім. Содан кейін осыны алып көрейінші деп бірінші 2 банкістен заказ бердім. 2 банкістен заказ беріп, ол кезде балам ауыр жүрді. Дора Маринді беріп, бастаған кезде жөтелі басылып қалды. Сосын ары қарай 2 банкісі бізде бітті уже. Біткеннен баламның мен тамаққа деген аппетитін байқадым. Сол Дора Марин ішкен кезде. Содан кейін қайтып заказ бердік. Сол екіншіден заказ бергенде біз баланы садикке бердік. Садиктен регулярно барды. Ангинасы кетті. Бірінші проблемамыз. Енді бала ауырмайды емес, ауырады, бірақ жеңіл өтті бізде. Дора Марин ішкеннен кейін жеңіл өтеді. Біз дейтін антибиотиксіз кетпейтін жөтелдері, уколсыз кетпейтін жөтелдері. Біздер қазір уколсыз емдеп аламыз баламызды. Тамаққа деген аппетиті ашылғасын, уже аскаридесі кетті деген енді сенім ғой сол. Кім баласына жаман нәрсе қолданады? Әрине біз ризамыз. Риза болғасын біз алдық. Мен если Дора Марин жаман болатын болса, мен 2 банка дейін тоқтап қалатын едім. Мен одан кейін қайтадан заказ бердім. Сол біз қолданыстамыз, ризамыз Дора Маринге. Менің достарым, қасымдағы менің апаларым алды балдарына дейтін. Олар да мен недоношный, менің өзімнің подружкамның баласы недоношный болды. Сол баласы жиі ауырып, жиі больницада болды. Содан кейін осы Дора Маринді қолданғанда, сол баланың результатын көрді ол кісі де. Мен сол бәріне, мен баламның сондай результат көрген, мен бәріне айттым. Және Инстаграм желісіне салдым. Сондай Дора Марин бар, біз қолдандық. Біз өзіміз ойлаймыз ғой, осы әншілер басқа реклама жасап жатқан ғой, реклама деп. Ол реклама емес, на самом деле. Ол менің өзімнің аналық чистый отзыв осы Дора Маринге деген. Біз Дора Марин компаниясына ризамыз. Дора Марин ары қарай гүлдене берсін. Осындай мен сияқты аналар көбейе берсін. Балдарымыз дені сау болсын. Дора Маринге рахметімізді айтамыз. Балаларымыз ауырмасын.